Инстаграмда болсын, WhatsAppта болсын, ата-аналар менен көп сұрайды, балам тез шаршайды, тізесі ауырады, табан ауырады деп. Бұның себебі бұлшықетте жатыр. Бұл туралы қазір толығырақ айтатын боламыз. Мен Байназаров Олжас Қорғанбекұлы, 14 жылдық тәжірибесі бар травматолог, ортопед, коммустиолог маманымын. Парақшамда тек қана денсаулық жайында. Шаршағыштық бұл бұлшықеттің, яғни біздің организм алып қарайтын болсақ, ол сүйек және бұлшықеттен, яғни каркастан тұрады. Сүйек бұлшықеттердің әлсіздігінен балаларда немесе адамда шаршағыштық келеді. Яғни бұл жерде гормональды бұзылыстар да бар, бірақ ең бірінші болатын проблема балалардағы ол бұлшықеттің әлсіздігі. Балаларда бұлшықеттің қалыптасу, яғни қатаю, укрепление дейміз ғой, қатаю кезеңі ол физиологиялық тұрғыда 5-9 жас арасында өтеді. Яғни 5-9 жасқа дейін балалардың бұлай вальгус, варус сияқты жүруі физиологиялық қисаю деп аталады. Яғни бұл ауру емес әлі. Сондықтан кейбір массажист мамандарымыз, даже мен танитын массажистер де бар, сондай диагноз қояды, мен бірақ оларға әрқашан ұрсамын, ол дұрыс емес деп, ол алдау болып саналады. Сондықтан балалардың бұлшықетінің қатаюы кезеңі болғанға дейін, яғни 5-9 жасқа дейін, бұл сізде физиологиялық тұрғыдағы қисаюлар. Мысалға, балаңыз 2 жасар, әлі оқи алмайды, жаза алмайды. Біз өмірде оқи алмайтын, жаза алмайтын адамды кім деп атаймыз? Ақымақ дейміз, дұрыс па? Енді 2 жасар балаға біз ақымақ деп айта аламыз ба? Жоқ. Неге? Себебі оның жаза алатын, оқи алатын қабілеті әлі жетпеді ол уақытқа. Сондықтан, яғни 6-7 жасында ол оқиды, бұйыртса мектепке барғанда. Дәл солай, бұлшықеттердің де қалыптасу кезеңі ол 5-9 жас. Сол кезеңде бұлшықеттер автоматически өзі табиғи жолмен қатаятты, аяқтағы проблемалар кетіп қалады. Тек қана кейбіреулерде ғана қалып қою мүмкін. Кімде? Бұл артық салмағы бар балалар сол уақытта, яғни 5-9 жаста артық салмағы болған балаларда қалып қою мүмкін. Сол уақытта неврологиялық, кардиологиялық, эндокринологиялық проблемасы бар, сондай аурулар бар, учетта тұратын балаларда бұл нәрсе қалып қою мүмкін. Және 5-ші топ, ол кімнің бұлшықеті өте әлсіз, орысша рыхлые мышцы дейміз. Бұлшықеті әлсіз, нәзік ұлдар, қыздар болады. Соларда бұл проблемалар қалып қояды. Яғни аяқты қисық басу, шаршағыштық, ауырсынулардың барлығы көбінесе варус, вальгустық деформациялар бар, табанда болатын, соның кесірінен болып жатыр. Бұл шаршағыштықты қалай кетіреміз, қалай емдейміз? Бұл үшін обычный гимнастика керек. Үй жағдайында отырып секірулер, яғни гимнастиканың түрлерін жасаңыз, скакалка секіріңіз, арнайы доптар болады, сол доптармен табанмен жұмыс істеуге болады. Далаға шығып бос уақытыңызда серуендеу баламен бірге, немесе есіктің алдында дворда футбол ойнайтын болса, футбол ойнайтын жерге жіберу, яғни гаджеттен алып тастап көбірек далада ойнатуға тырысу керек. Сосын арнайы бұлшықетті қатайтатын спортивный программалар бар. Мысалға, грудничковое плавание деген бар, кішкентай бөпе кезінен бастап жүздіретін, ол болады сізге баруға. Болмаса 4 жасынан 5 жасынан бастап карате, хоккей, би, гимнастика деген спорттар алып жатады. Баланы сол жаққа қарай баулу керек. Яғни бұлшықет ол кезде сіз емін іздеп қиналмайсыз. Проблемасыз ақ сол массаж, физиолечение алмай-ақ сізде өзі бұлшықеттер қатаятын болады. Бірақ жалпы еміне келетін болсақ, ол бұлшықеттердің қатаюын күту, ол моментке күткенге дейін қолдан келгенше балаға көмектесу. Яғни жаңа атап өткендей 5-9 жаста бұлшықеттер өзі қатаяды. Сол кезеңде даму кезеңі бұл. Даму кезеңінің не дейін не істей аласыз? Арнайы емдері болады, әр балаға жеке-жеке, яғни массажы, физиолечениесі, тоғы, ЛФК-сы, осындай бір жаңағы емдерді қолдану арқылы аяқты түзетуге болады. Арнайы аяқ киім туралы айтқым келеді бұл жерде. Аяқ киім, арнайы бір аяқ киім киіп қажет жоқ. Самое главное, арқа жағы қатты аяқ киім болса, өте дұрыс болады. Бірақ ұзын ортопедический аяқ киімдер көп сатылып жатыр. Оларды киюге мен
ұсыныс бермеймін. Неге? Өйткені ол сіздің наоборот бұлшықетіңіздің жұмыс істемеуіне, олардың демалуына алып келетін бір аяқ киімдер. Сол үшін арнайы аяқ киім кимеңіздер. Енді бұны емдемесеңіз не болады? Мысалға аяғы плоскопостопия сияқты аяғын вальгусты қисайып тұратын балаларда біз сол айтқан жаңа 5-9 жасқа дейін күтеміз. 5-9 жаста өзі негізі дұрысталып жатады. Дұрысталмаған балаларда, кімде дұрысталмайды дедім, артық салмағы бар, неврологический проблемасы бар, эндокринолог, невропатолог, кардиологта учетта тұратын балаларда. Бұл балаларда біз қосымша операциялық ем жасаймыз. Ол 10, 11, 12 жасында таран сүйегінің астына имплант тәрізді, конус тәрізді имплантты қойып, операциялық ем жасаймыз. Ол емнің нәтижесінде аяқ өзі 100% түзеледі, егер уақытында айналыссаңыз. Бірақ өзінің ұсынатыным, бұл маман ретінде ұсынысым, сізге баланы кішкентайынан бастап мүмкіндік болса спортқа баулу, активно болдыртуға тырысу және арнайы гимнастикалар, массаж, физиотерапияларды мүмкіндігінше алып отыру. Біздің клиникада арнайы плантоскоп аппаратын алып қойдық. Аяқтың қисық түзулігін анықтауға, плоскостопия бар жоқтығын анықтауға, физиологиялық қисаю ма, әлде патологиялық ауру болып жатқан нәрсе ме, оны анықтауға арналған арнайы плантоскоп аппаратын алып қойдық. Сол жерде біз арнайы көре аламыз. Менің консультацияма келсеңіздер болады. Және де мен консультациядан кейін балаңызға жеке арнайы индивидуально ем тағайындайтын боламыз. Қосымша бізде жеке және индивидуально ЛФК группалар жасап қойдық. Яғни жеке заниматься етемін десеңіз, ол да ЛФК инструктормен заниматься етуге болады, немесе групповойға жазылсаңыз да болады. Толығырақ ақпарат алу үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Барлығын түсіндіріп айтып беретін боламыз.